Саламатсыздар ма? Менің тәтті үй каналымның қонақтары. Сіздермен бүгін жайма круассан тамағын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге суымызға тұзбенен жұмыртқаны салып, тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Енді ұнымызды салып, бешбармаққа илегендей нан илеп аламыз. Қамырымызды жақсылап иін қандырып илеп аламыз. Қамырымыз дайын. Енді аздап иі қанғанша тағы қойып қоямыз. Етімізді көбіктеп турап аламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып қуырамыз. Етімізді бір жақсылап қуырып алдық. Енді қалған заттарымызды сала береміз. Сәбіз бен пиязымды салып, бір жақсылап араластырып аламын. Енді тұзымызды, барлық дәмдеуіштерімізді қосып аламыз. Қара бұрыш, паприка қосам аздап. Енді томатный паста. Şimdi kapustamızı salamın. Otımızda bayağı otқа basıp buқтырып қойып қоямыз. Оған дейін біздің подливамыз піскенше біздер қамырымызды жайып аламыз.
Қамырымызды осылай деп қатты жұқа қылмай жайып аламыз. Дайын болды қамыр. Енді қамырымызға жұқалап сұйық май жағып аламыз. Бұрын жас күнімізде күрделі тамақтар жасайтын едік. Созып, лағман жасайтын едік. Отырып алып, пельмен түйетін едік. Қазір енді осындай оңай тамақтар. Жасымыз үлкейген сайын оңай тамаққа қарай жүгіре беретін болдық. Енді қамырымызға ұнтақталған көкөнісімізді сеуіп аламыз. Осы жарайды. Көкөністің иісі керемет. Көктемнің иісі шығып кетті. Енді өзіңізге қандай көлемде ыңғайлы, сондай етіп уақыттау қылып істесеңіз де болады. Кесіп. Мен осылай деп кесемін. Енді осыны жаңағы айттық қой, круассан деп, сол круассан сияқты осылай деп ораймыз. Енді тағы да аздап су құйып жатырмын. Осы суымыз жарайды. Қазір суымыз қайнап шыққаннан кейін круассандарымызды саламыз осының бетіне. Әдемілеп қайнап жатыр. Енді осылай деп үстіне қойып шығамыз. Тамағымыз дайын болды. 20 минуттай бұқтырдым. Қамырымыздың ортасы өте жақсы пісіпті. Көрдім. Ал осымен тамағымыз дайын болды. Біз дәмін көрейік. Тұзын, дәмін. Дәмі өте керемет. Видеомыздың соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, біздің осы тағамымызды жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.